Қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым. Сіздерге Луиза Хейдің айна алдындағы жаттығуын ұсынғалы отырмын. Біз өзімізді жақсы көрген кезде, өз әрекетімізді мақұлдаған кезде, және өз-өзімізбен қалған кезде біздің өміріміз жайнай түседі. Тіпті сөзбен айтып жеткізе алмайсыз. Барлық жерде кішкентай ғажайыптарды көре бастайсыз. Денсаулық жақсарады, қолға ақшаның өзі келеді. Біздің басқалармен қарым-қатынасымыз гүлдене түседі. Біз алдымен өз-өзімізді жақсы көруіміз керек. Адам өзгерісті өзінен бастау керек. Сіздің денсаулығыңыз да, қарым-қатынасыңыз да, ақшаға деген көзқарасыңыз да өзгере бастайды. Егерде бай қуатты өмір сүруді қаласаңыз, Луиза Хейдің осы айна алдындағы жаттығуын 1 ай бойы таңертең және кешке айна алдында «Мен сені жақсы көремін» және «Сен қандай болсаң да сол күйінде қабылдаймын» деп бірнеше рет қайталап айтуды өтінемін. Алғашқыда сізге оғаш көрінуі мүмкін. Тіпті кейбіреулер көздеріне жас алуы да мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Егер бұл бейне ұнаған болса, жүрекшені басып, каналға тіркеліп, қандай тақырыпты тыңдағыңыз келетіні туралы астына жаза кетіңіз.